Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аз ғана уақыттарыңызды алатын, өте қарапайым, жылдам дайын болатын печенье жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды алып, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде 1 келкі масса болу керек. Ертілген сары майымызды қосып, үшеуін қант ергенше жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар да болады. Қопсытқышымызды қосып, яғни разрыхителімізді қосып, ұнымызды біртіндеп аз-аздан салып араластырамыз. Осылай араластырып алғаннан кейін тестамыз жабысып жатқаннан кейін қолымызбен илесек болады, немесе лопатканың көмегіне жүгінсек болады. Осындай сіздерде жұмсақ теста пайда болады. Печеньенің өзін ғана жасасаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша жаңғақ, шоколад немесе изюм қосып араластырып жасасаңыздар да болады. Ерекше дәм беру үшін менде үйде жаңғақ болғаннан кейін жаңғақты қостым. Осылай бәрін бір келкетіп, жақсылап тестаны жаңғақпен осылай араластырып аламыз. Қатты баспаймыз, тестамыз жұмсақ болу керек. Дайын болған қамырды формаға келтіріп, бір келкетіп, домалақтап жасаймыз. Сіздерде егер форма болатын болса, арнайы печенье пісіретін, соларды пайдалансаңыздар болады. Қамырды сразу қызып тұрған пешімізге салып пісіре береміз. Пешіміз 180-200 градуста қызып тұру керек. 15-20 минутта піседі. Печеньелеріне осылай әдемі түр беру үшін вилкамен осылай узор жасадым. Толық рецепт видеоның астында болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл печенье отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз, ең қарапайым үйдегі бар заттардан қолжетімді жасалатын печенье. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Мөлдір.